Неліктен ежелгі Үндістанда индуизм буддизмнен басым болды? Біздің заманымыздан бұрынғы 6-2 ғасырларда үнділер брахманизм дінін ұстанды. Басты құдайларын Брахма, Шива және Вишну деп атады. Брахма бүкіл әлеммен тәртіпті жаратушы, Шива табиғаттың қиратушы күштерінің иесі, ал Вишну адамзат өмірін жаратушы және оны қорғаушы құдай деп саналады. Брахманизмнің дамуы индуизмнің қалыптасуына негіз болды. Индуизмде бұрынғы құдайлар сақталды, бірақ индуизм жанның бір денеден екіншісіне көшуі реинкарнацияны мойындайды. Адамның келесі өмірде кімге айналуы, оның қазіргі өмірдегі іс-әрекетіне байланысты. Бұл заң карма деп аталады. Индуизм дінін ұстанушылар сиыр, жылан сияқты қасиетті жануарларға табынған және Ганг өзенін қасиетті деп санаған. Брахма адамдарды топтарға бөлді. Мұндай топтарды каста деп атайды. Әрбір кастаны ол өзінің дене мүшесінен жаратты. Барлық адамдар туылғаннан өзінің ата-бабасының кастасына жатқызылатын. Бір кастадан екінші кастаға ауысуға тыйым салынды. Үнділердің касталарға бөлінуі теңсіздіктің шығуына алып келді. Кастаға сәйкес кшатрилер әскер, брахмандар абыздар, вайшилер шаруалар, шудралар қызметшілер болып табылады. Біздің заманымыздан бұрынғы 6 ғасырда Үндістанда буддизм қалыптасты. Бұл діннің негізін қалаушы Сиддхартха Гаутама. Гаутаманың түсінігі бойынша бақытсыздық адамның тілектерінен туындайды. Егер адам өз тілек ықыласын жеңетін болса, онда ол рахатқа бөленіп, шексіз тыныштық жағдайына, нирванаға қол жеткізеді. Гаутаманы ел, Будда, яғни жарық сәулелі, таза деп атай бастады. Буддизмнің қасиетті кітабы Трипитака. Буддизм әлемнің көптеген елдеріне кең тарала бастады, ал Үндістанның өзінде негізгі дін ретінде индуизм сақталған. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Ашока патша буддизмді қабылдады. Ол буддизмді халықты біріктіру үшін қолданғысы келді. Патша пұтқа табынушылар үшін ғибадатханалар мен монастырлар салдырды. Брахмандар патшаның қарсыластарына айналды. Олар касталық жүйені сақтауға талпынды. Нәтижесінде Ашока қайтыс болғаннан кейін оның мемлекеті батыс және шығыс бөліктерге бөлініп кетті.